Сәлем достар, бүгін өте тойымды және бар жоғы жарты сағат ішінде дайын болатын кешкі асымызды дайындаймыз. Ол үшін тауық етімізді 4 бүштетіп турап, пиязымызды майдалап турап аламыз. Қайнап тұрған ыстық судың үстіне брокколилерімізді салып, 15-20 минутқа салып бұқтыртып аламыз. Құрғақ таза ыдысымызға сұйық майымызды құйып, тауық етін қуырмалайтын боламыз. Қуырылып жатқан тауық етіміздің үстіне бір ас қасық сары майымызды, пиязымызды салып, әрі қарай қуырмалаймыз. Бөлме температурасында тұрған суымызға 2 ас қасық соя соусын, 1 ас қасық жүгері крахмалын қосып, араластырып, қуырылып жатқан тауық етіміздің үстіне құямыз. Татымына қарай қара бұрышымызды, паприкамызды және тұзымызды салып, әрі қарай араластырып қуырмалаймыз. Брокколилерімізді суымыздан сүзіп аламыз. Тәтті болгар бұрышымызды таяқша етіп турап аламыз және бір сарымсағымызды майдалаймыз. Енді күрішімізді пісіруге кірісеміз. Күрішімізді тазалап, жуып алып, ыдысымызға орналастырып, үстіне күріш батқандай етіп су құйып, жабысып қалмау үшін сұйық майымызды қосып, татымына қарай тұзымызды салып пісіреміз. Мен күрішімді мультиваркада пісірдім. Бар жоғы жарты сағатта дайын болады. Қуырылып жатқан тауық етіміздің үстіне сарымсағымызды, тәтті болгар бұрышын, қызанағымызды және брокколилерімізді қосып, әрі қарай қуырмалаймыз. Күрішіміз бізде пісіп дайын болды. Піскен күрішіміздің үстіне консервідегі жүгерімізді қосып араластырамыз. Дайын тағамымызды ыдысқа орналастырып, дастарханға ұсынамыз. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын.